Талғат мырза, мына Астана интернет форум басты мұрындық болып ұйымдастырып жатқан негізгі адам бір өзіңіз. Сіз осында мақсат қандай және не күтесіз? Енді форум Астана интернет форумы деп аталады. Ең басты мәселе қазақ тілді интернет саласындағы қазақ тілді сегменттің контенттің сапасын және санын арттыру мақсатымыз болып жатыр. Енді кез келген идеялар көбінесе осындай форумдарда, жиындарда пайда болады. Және де көпшіліктің байқауымызша, көпшіліктің бір проблемасы бар, ол сауатсыздығында көп нәрсені білмейміз біз. Сол үшін осы бізді сауаттандыратын Үйрену керек. қазақ тілді интернетте үлкен жобалармен айналысып жүрген адамдарды спикер ретінде осы арнайы форумға шақырып отырмыз. Солардан бір семинар ретінде солардан жаңа айтылып жатыр, мысалы идеяларыңыз болса айтыңыздар, қабылдаймыз, ары қарай көмектесеміз деп жатыр. Мысалы Мұрат Әбенов мырза айтты, Ерлан Қайыр мырза айтты. Соны ары қарай жетілдірудің, іске асырудың нақты механизмдері не деп білесіз? Біз бір нәрсені бастап айтамыз да, көп нәрсе тастап кетіп жатамыз. Қандай механизм бар? Енді механизм ең басты пікірлерді жинап алу. Интернет қазір бізге ешқандай шектеу қоймайды. Сол үшін Фейсбукта болсын бір парақша ашып, солардың пікірлерін жинап алып, осы белгілі бір қолданушылардың атынан осындай бір ұсыныс жатыр деп арнайы ресми хат жолдасақ, көпшілік атынан министрлікке қай жерге болсын, олар қолдауға дайын деп жатыр. Ең бастысы бұл жерде көпшіліктің, біздің жастардың, энтузиастардың қолдауында болып жатыр. Рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз.